зайырлы институттар мен діни әдет-ғұрыптар ұштасқан қазіргі қоғамда осы екі әлем үйлесім тапқан некенің орны бөлек. Зайырлы неке бұл екі адамды ресми түрде байланыстыратын одақ. Зайырлы мемлекетте некелі ерлі-зайыптының заң жүзінде құқықтары бар. Оларға бірнеше міндет те жүктелген. Діни неке бұл белгілі бір діни әдет-ғұрып негізінде құрылған шаңырақ. Қандай да бір дінді ұстанатын жандар үшін бұл некенің рухани, мәдени маңызы зор. Діни некеге жаратушы да разы. Ол рухани құндылыққа толы, берік шаңырақ құруға негізделген деп есептеледі. Айта кететін жайт, зайырлы елде мемлекеттік мекемеде алдын ала тіркелмей, дін негізінде неке қиюға тыйым салынған. Сондай-ақ, діни мекемелерден тыс жерде неке қиғаны үшін 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Неке бұл заң тұрғысында құрылған одақ қана емес, ол рухани келісім. Қазіргі зайырлы мемлекетте отбасы құрғысы келетін жұптар үшін таңдау көп. Олар діни және мемлекеттік құндылықтар үйлесім тапқан берік, берекелі шаңырақ құра алады.